Әсия жаман түс көреді. Түсінде қайтыс болған анасы оған, сен де мен сияқты жаман анасың деп айыптайды. Таңертең Әли уайымдай бастайды. Бүгін сыныптастары келуі керек еді. Волкан оны жұбатуға тырысады. Бәрін бізге қалдыр, ештеңені уайымдама, бүгін біздің демалыс күніміз дейді. Алайда сол күні Әсия мазасыз күйде болды. Келесі күні Әли әкесіне мектепке барғысы келмейтінін айтады. Сол кезде үйге Гюнюл мен Демир келіп мәселені шешуге тырысып, сыныптағы балдарға өзім түсіндіремін, сыныпта ешқандай ұры жоқ. Бір түсінбестік болды деп Әлиге уәде береді. Әсия Волканға хабарласып, Әли мектептен шыққан соң оны психотерапевтке апарамын дейді. Волкан келіседі. Мектепте болған оқиға анықталды. Сыныптасы Омар Әлиді ұрлық жасады деп айыптап, соңы төбелеске ұласады. Демир бұған тосқауыл бола алмайды. Үйден іші пысқан Әсия жұмысын сағынғанын сезіп, ауруханаға барады. Ол Тургаймен ашық сөйлеседі. Тургай Әсияға, мен сенен жасырын ештеңеде істемедім деп уәде берді. Кейінірек мектеп әкімшілігі Әлиге байланысты Әсия мен Волканды мектепке шақырады. Әли анасымен сөйлескісі келмей, мектепке де барудан бас тартады. Әсия Волканды айыптап, сен бірнеше уақыт бер дедің, ал енді не болып жатқанын өзің көріп отырсың дейді. Сол жерде жәбірленуші баланың анасы Әсияны көріп, ұлыңыз ұрлық жасап, менің баламды ұрды. Балаңыз бұл мектептен кетсін дейді. Кешкі уақытта Әсия Волканға хабарлама жібереді. Волканға келген хабарламаны Дерин оқып қояды. Таңертең Дерин Волкан мен Әлиді шығарып салған соң, өз бетімен әрекет етуге шешім қабылдайды. Ол жәбірленуші баланың анасына хабарласады. Әлидің ата-анасы Омар жатқан ауруханаға іздеп келеді. Әли кешірім сұраудан бас тартады. Ол өзін кінәлі деп санамайды. Әсия баласы үшін Омардан кешірім сұрап жалынады. Бірақ ол кешірімді қабылдамайды. Тіпті ата-анасы оларға полицияға арыз түсіретіндерін айтады. Сол кезде Дерин ауруханаға келіп, Омарға қымбат сыйлық әкеледі. Омардың ата-анасына, менің әкем сіздерге сәлем жолдады дейді. Омардың ата-анасы Деринге, шындығында бұл әрекет арқылы Әлиге сабақ болсын деп етіктейді. Кейінірек Әсия ренжулі күйде Тургаймен кездесіп, енді Әлидің менімен өмір сүргенін қаламаймын дейді. Бұл сөз Әсияны ойға батырды. Тургай дос ретінде оны құшақтап жұбатады. Хакан мен оның әйелі екеуінің құшақтасып тұрғанын көреді. Үйіне келген Әли мектеп чатындағы хабарларды оқиды. Онда сыныптастары Әлидің анасы Омардан жалынып кешірім сұрады деп мазақтап жазған екен. Кейбір сыныптасы, бұған өгей шешесі араласпаса, Әлиді әлдеқашан мектептен шығарып жіберер еді деп жазған екен. Әли анасының іс-әрекетіне намыстанып, сен мені ұятқа қалдырдың. Стамбулға кеткенің дұрыс деп хабарлама жібереді. Кейін Әли әкесіне, мен енді осында бір жола тұрсам болады ма деп сұрайды. Волкан оған, әрине, бұл әрдайым сенің үйің дейді. Мектептегі сыныптастары Әлидің жазаланбағанына наразылық білдірді. Әсия да мектеп маңына келіп, Әлидің жағдайын сұрап ұлын құшақтайды. Бірақ Әли анасына ашуланып дөрекі сөйлеп сабағына кетіп қалады. Әсия Волканға, Әлиді психотерапевтке апаршы деп өтінеді. Волкан оған, біз бұл мәселені бірге шешеміз деп жауап береді. Сол кезде Гюнюл баласын мектепке шығарып салғанда, Волканның Әсияға қараған көзқарасын байқап қалған ол, Әсия кеткен соң Волканның қасына барып оны кофе ішуге шақырады. Гюнюл болса, Волкан туралы мақала жарияламақ болған журналистке бағалы әшекей беріп, байланысты реттегенін айтады. Бұл ақпаратты мәрт біліп қойған болатын. Волканның енесі оған, бұрынғы еліңмен жиі кездеспе, әсіресе мектеп маңында деп ескертеді. Әсия Хаканға жұмыстан кету туралы өтінішін тапсырды. Оны бәрі райынан қайтаруға тырысты, соның ішінде аурухана қожайынының әйелі Невин ханым да бар. Тургай Әсияға, жас өспірімнің сөзіне соншалықты мән берме деп айтады. Әсия оған, мен мектепте болдым. Әли тіпті өкінбеді. Ұлым тек әкесімен болғысы келеді деп ренішін білдіреді. Дерин жәбірленуші баланың анасын қорға шақырады. Гамзе Деринге, сен шынымен Әли үшін жауапкершілік алуға дайынсың ба? Ол қиын бала ғой деп сұрайды. Бұл сөздерден кейін Дерин оны тағы да өз жағына тартпақ болып, күйеуімен бірге оны өз үйіне қонаққа шақырады. Әңгіме Әсия туралы өрбиді. Хаканның әйелі Әсиямен Тургайдың бірге құшақтасып тұрғанын, өз көзімен көргенін айтып береді. Бұл жаңалық Гюнюл мен Деринге ұнап қалады. Қорға Невин ханым көңілсіз келеді.
Ол бәріне Әсияның ауруханадан бір жола кететінін айтады. Бұл қуанышты жаңалықты естіген Гюнюл кедейлерге садақа тарату керек дейді. Сол арада Хижран Сунаға хабарласып, Гюнюлмен кездесу үшін қордың алдына келгенін айтады. Хижран сол маңайдан Нилді көріп, Селчукпен байланысқа шығуын өтініп сұрайды. Кезінде Селчук Нилге шешесі оны қалай ұрғанын, ал әкесін өмір бойы күтіп көре алмаған оқиғасын айтып берген болатын. Нил Хижранның өтініші бойынша Селчукке хабарласып, қорға анасы келгенін жеткізеді. Гюнюл Хижранның сыртта күтіп тұрғанын көріп, өзін Гюнюл Гүчлүү деп таныстырған әйелге таңырқай қарайды. Гюнюл оған қор атынан көмек беріп, жұмыс тауып беретінін айтады. Сәлден соң Халюк та сол маңға келеді. Гюнюл күйеуіне, бұл әйел біздің Сунаның танысы деп оны таныстырады. Хижранның есімін естігенде Халюк ойланып қалады. Хижран Халюкты таниды, бірақ сыр бермей тез кетіп қалады. Кейін Селчук қордың алдына келіп, анасының жағасынан алып, дөрекі түрде көлікке отырғызғанда, сол екі ортада Әсия келіп Селчукты тоқтатпақ болады. Бірақ Селчук ешкімді тыңдамай көлігімен кетіп қалады. Кейін Валкан Әсияға хабарлама жіберіп, бізге әлі жайлы сөйлесу керек дейді. Бірақ Әсиядан жауап келмейді. Сол кезде Дария Валканға хабарласып, Әсияның жұмыстан кету туралы өтініш бергенін хабарлайды. Невин ханым мен Әсия қорда кездесіп, жұмыстан бір жола кетпей, жай демал салуға үгіттей. Бірақ Әсия оған бір жола кеткенім дұрыс деп айтады. Сол уақытта Дерин келіп Әсиямен сөйлескісі келетінін айтады. Дерин мұны жеңіс деп ойлап, тікесінен Әсияға қарап, осында қалсаң мүмкін жеңіп кетер едің дейді. Әсия оған, мен жеңер едім деп қолындағы телефонын көрсетеді. Экранда Валканнан қоңырау келіп жатыр екен. Әсия тұтқаны көтергенде, Валкан оған, Дария сенің бір жола жұмыстан шығып басқа жаққа кететініңді айтты. Неге жұмыстан шықтың деп сұрайды. Әсия оған, сен менің кеткенімді өзің қаладың, енді қуансаң болады мен кететін болдым деп тұтқаны қояды. Алайда Валкан Әсияның кеткенін қаламайды. Хижран Селчукке, біз қайда бара жатырмыз деп сұрайды. Селчук анасына дөрекі түрде тозаққа деп жауап береді. Үй қызметшісі Суна Деринге хабарлап, Зейнептің қызуы көтеріліп ауырып жатыр дейді. Гюнюл қызын сабырға шақырады. Селчук анасын ескі қираған үйдің қасына келеді. Сен мені осында тастап кеткенде, аш-жалаңаш біреудің тамағын ұрлап сені күтумен болдым деп ашуланады. Хижран Селчукке, мен саған 18 жасқа дейін ақша жіберіп тұрдым дейді. Селчук анасына ашуланып, ол әйел мені ұрып соғып, 10 жасымда үйден қуып жіберді дейді. Анасы Селчукке, мен ана болуға дайын емес едім деп жылайды. Селчук оған, сонда мен бала болуға дайын болдым ба? Неге мені іздеп келдің деп айқайлайды. Анасы өткен ісіне өкініп, сенің кешіріміңді алғым келді дейді. Селчук Хижранға жолақыға ақша беріп, су қоштасып кетіп қалады. Бахар Әсияны шығарып салады. Жолда келе жатқан Әсия, соңғы күндердің ауыр естеліктерін еске алады. Үйде Әли әкесінің сұрақтарына жауап бермей, теледидар қарап отырады. Валкан теледидарды сөндіріп, бүгін саған анаң хабарласты ма деп сұрайды. Әли оған жоқ деп қысқа жауап береді. Кейінірек Гюнюл қызымен оңаша сөйлесіп, соңғы кездері маған Әли ұнамай жүр. Оны Зейнеппен бірге қалдырушы болма деп ескертеді.